Бастық болды бір досым басын тығып, бәйгелерден алғашықта аты озып. Ассалаумағалейкум дейтін еді, сол кезде болып еді нағыз достық. Ал қазір қалай жағдай дейтін бопты, жал өскесін аузының сөзі тозып. Одан үлкен бастық болса қайтер екен, көтермекен тек қана қолын созып. Табытпенен жылы тақтың иесі жоқ, жүргейсің өмір бақи соны оқып. Жата берсең болардай ой мұратың, құр жатқанша тұңғиық ойға батың. Ай бірақ ой санамыз төмен боп тұр, кезіміз көп, ойланбай ойланатын. Өзгенің жары қалайсың, басқа бөтен. Осы сөзді енді мен қақсап өтем. Мен жақтағы есікті қатты жаптың, сен жақтағы есікті де жапсам бекен. Махаббатпен сезімді алға салып, түн ішінде есігіңді қақсам бекен. Әй бірақ оған дәтім шыдамайды, есігіңе бара алмай ақсап өтем. Бақытсызсың, білемін, сезіп жүрмін, себебі торың басқа, бақшаң бөтен. Бақытты қылу үшін бағың болып, сезіміме қалайша жақсам екен. Бақытыңды тілеумен шыдап жүріп, ішке сақтап үндемей қалсам бекен. Немесе жүрегіңе салып кеткен жараның бетін қайта ашсам бекен. Шаршадым, жалған күлкі, жалған мақтау. Деймекен дым білмейді мені аңқау, өтірік күліп, әңгімені сапырамыз, шындыққа келген кезде болып сақау. Шаршадым тұру үшін құлағаннан, шаршадым күлу үшін жылағаннан. Адамдардың көбі осындай болып барат, естетпейді қу тірлік мұны жалған. Шаршадым өсу үшін қурағаннан, шаршадым қурап болып суарғаннан. Адамдардың тағдырлары бірдей емес, тағдырларын жоқ ешкім сұрап алған. Алу үшін жылулық тоңу керек, не себепті осындай болу керек? Тірілердің тірліктері дәл осындай. Көне біліп сүресің өміріңді, көне алмасаң амал жоқ, өлу керек.